Ең алғашқы алматылық маньяк Валерий Девятьяров 1968 жылы қыз-келіншектерді зорлап, сосын буындырып өлтірген. Құрбан болған 36 адамның тек 6-ы тірі қалған екен. Ол заманда бейне бақылау камералар жоқ, ал тірі қалған құрбандар оны дұрыс сипаттай алмаған соң қанішерді табу қиын болды. Десек те, құрбандар қанішердің бір ерекшелігін айқындаған еді. Маньяк кекеш болатын. Милиция қызметкерлері күндіз-түні қаланы кезекшілікпен торауылдайтын. Ақырында бұл әдіс өз нәтижесін берді. 1969 жылдың сәуір айында сержант Василий Глушенко әдеттегі түнгі кезекшілікке шығады. Осы кезде Қазақстан кинотеатрының маңынан жанұшыра айқайлаған қыздың дауысы шыққан. Дауысқа қарай жүгіріп келген милиционер бүрсіп отырған қызды көреді. Сондай-ақ қашып бара жатқан ер адамды көрген бойда артынан қуа кеткен. Әлгі ер адам қаша алмасын түсінгендіктен теріс бұрылып милиционерге шабуыл жасайды. Алайда сержант Глушенко самбо жекпе-жегінің шебері болғандықтан ер адамды оңай жығып, қол-аяғын белдігімен байлап тастайды. Милиция бөлімшесіне жеткізілген ер адам кекештеніп, кінәлі емеспін деп ақталғанда сақшыларға бәрі түсінікті болды. Тірі қалған құрбандар да оны танып, қанішер екенін растады. 36 келіншектің түбіне жеткен Валерий Девятьяров 1970 жылы ату жазасына кесілді.